күтіп жүрген жандар өте көп екен. Барлықтарыңызды оқып жатырмын, көріп жатырмын, кәдімгідей күшті болып қалдым. Демеп жатырсыздар, қолдап жатырсыздар, Алла разы болсын. Сіздердің сол дұғаларыңызбен, даже кейбір тәтелер Құран хатын жасап жатырмын, сен дұғама қосып жатырмын деп жазып жіберіпті. Алла разы болсын. Сол дұғаларыңызбен жазылып, емделіп жатырмыз. Көп рахмет. Өте қуаныштымын. Мына жақта енді бәрі бар. Бір Алматыда бір кішкене бір алтыбақан теуіп, кішкене бір асық ойнап, сондай жерлер бар ма, жоқ па? Барып қайтайын деген бір көже ішіп, может бір екі адамды қуантып. Сәлем, вақтарыңызға қалайсыздар? Біз, ауыл арасы погулять шықтық. Сөйтсем, мына көкеміз мектеп жақта барып балалармен ойнатысып келейін деп едім. Сөйтсем, ұйқым сойып жатыр. Енді маған түнде ұйқы бермейді. Мерекелеріңізбен айтпақшы, наурыз құтты болсын. Всегда осы 22 наурызда қаңғырып жүргенім қалады. Ошол ауылда үйдегілермен. Біз жақта бір үлкен проблема, магазин жоқ. Вообще атымен магазин жоқ. Әлі ондай коммерческий зданиялар әлі ашылған жоқ. Өкінішке орай магазинге бару үшін біз неде Ақорықтағы Магнумге барып жүрміз. Бір барған кезде толтырып әкеп қоямыз и все. Жақсы болды. Магазин, үй жағында магазин болмаған. Это круто, оказывается. Зато эконом. Аты болады ғой үйде. Отырасында кетіп барып, колап кеш бар, там жемішке алып кеш, ананы алып кеш, мынаны алып кеш деп күнде жаратып тастайсың. Мына жақта жоқ енді ондай. Өкінішке орай. Қуанышымызға орай ма? В общем, зато эконом. Қайырлы күн достар, баршаңызға қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Түркістаннан сіздерге жалын сәлем. Погода супер болып тұр, бүгін енді қарасып тұр. Бүгінгі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Кеше Түркістанда кешелі бері күшті концерттер болып жатыр. Бүгін айтыс болып жатыр. Короче, папа соған кетті. Асхат бар, Адина бар. Біз неге кетіп бара жатырмыз? Түсіруге, видео түсіруге.